Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеода біз қазір жаңадан шыққан Қазақстанның адресін енгізіп, Қазпочта арқылы алдыруды сынап көреміз, тестировать етіп көреміз, иә. Бір затты алып көрейік. Ол үшін бірінші адрес толтыратын жерге барамыз. Міне мына жерге сөйтіп адрес толтырамыз. Мынау менің алатын карголарымның адресі. Бұл жерде енді именно Қазпочтаның адресін толтыру үшін, Қазпочта арқылы алдыру үшін Қазақстан адресін толтыру үшін мына қызылға басам. Аққа басатын болсаңыздар, ол жерде каргоның адресін толтыру, Қытайдағы адресті, мынау Қазақстанның адресін толтыру, қызыл. Соған басқан кезде міне осындай бет шығады. Бұл жерге өзіміздің аты жөнімізді жазамыз. Мына бірінші қатарға осылай 20 әріптен асып кетпеу керек. Сосын мына жерге өз телефон номерларымызды толтырамыз. Мына жерге областымызды таңдаймыз. Үшіншісінде Южно-Казахстанская область. Так, Юкоов деген не? Мына жер кішкене. Город Алматы, город Астана, Шымкент деген жол екен. Южно-Казахстанская область таңдай берейік. Юкоов дейміз да. Шымкент деген таңдаймыз не. Сөйтіп мына жерге уже подробный адрес жазамыз. Так, город Шымкент. И міне өзіміздің индексіміз шықты. Шымкент деген кезде мына дұрыс индекс, қызылды басамыз, адресті сақтап қоямыз. Именно осымен заказ беру үшін қай адреспен заказ бергіленіп келеді, соның жанында мынандай қызыл галочка тұру керек міндетті түрде. Осы қызыл галочка тұру керек. Артқа қарай қайтамыз. Сөйтіп алдын ала мен зат таңдап қойдым. Оны мына избранныйға сақтап қойдым. Бұл избранный заттар және корзинаның орнына жүреді. Міне осыны зат сақтап, что не жалко, жоғалып кетсе де сол бір затты алып көрейік. Мынандай, например, балаларға ойнайтын бір түрін таңдайық. Міне мына түрін таңдайық. Қазір хит болып жатқан, басамыз қызылға. Міне бір осындай түрі, бір штук деп 17,9 юань, 96 юань деп таңдалды. Енді осыны төлем жасайық. Міне мына жерге мән беретін болсаңыздар, полностью толтырылған адрес шықты. И мына жерде за доставку тұр. 0,5 килограммға дейін 14,50 юань, 0,1 килограммнан асатын болса, 100 граммнан асатын болса, 21 юань деп тұр. Осыны таңдайық міне. Бір штук деп тұр. Мынау карта арқылы төлеу деген сөз білдіреді. Сіздер Қытай картасы болса мынамен төлейсіздер, Алипей болса мынамен, досыңыз арқылы төлейтін болсаңыз мынамен, біз карточка арқылы төлеу дегенді басамыз. Мына жерде бір сообщение шығып тұр. 17,96 юань деп астында қызыл. Оны переводчикқа барып китайский русский деп қойып алып, через переводчик аударамыз не деп жазылып тұрған. Фактически платеж 17,96 юань, бесплатная доставка по материковому Китаю, трансграничный участок зависит от времени консолидации дейді. Так, енді мына қызылды басамыз. Сол қызылды басқан кезде міне конвертация 3% басқа валютаға ауыстырғанымен бірге 0,53 алып тұр. Ол суммаға байланысты общий суммадан 3% алады всегда. Өйткені сіздер теңгеден юаньға аударып жатсыздар, 18,49 юань общий сумма болды. Мына қызыл кнопканы басамыз, одан кейін картаның артындағы CVV код тереміз, 3 сандық. Мен Face ID-дан өтем, сіздерден жаңа проверочный код сұрауы мүмкін. Міне менде ақша алынды деп сообщение келді. И мынандай галочка шықты. Мына жерде X-ті басып шығып кетеміз. Сосын біздің затымыз уже міне обработкада тұр. Заказ қабылданды деген сөз. Сосын жолға шығатын алдында мына сағатқа шығады. Одан кейін жолға шыққаннан кейін грузовикке шығады. Сол грузовикке шыққан кезде менен жаңағы доставканың ақшасын сұрау керек. Сол кезде доставканың ақшасын біз сразу төлеп қоямыз. Сөйтіп Қазақстанға қарай жаңағы адреспен жібереді Қазпочта арқылы. Қанша күнде келеді, қанша ақша доставкаға алады, соның барлығын бірге қарап, бірге зерттеп, мен сіздермен бөлісіп отыратын болам. Келесі видеоларды күтіп жүріңіздер.